Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 5-ші сыныптың есебін шығаратын боламыз. Бізде 575-ші есеп бөлшектерді қысқарту. Бұл есептерді шығару үшін бізге көбейту кестесін білуіміз керек және ең үлкен ортақ бөлгіштерін табуымыз қажет болады. Так, бірінші есепте бізде 4-тен 1 көбейтілген 3-тен 2. Бұнда бізде 4 пен 2 қысқарады 2-ге. Осы 4 пен 2-ні қысқартамыз. 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығады, 2-ні 2-ге бөлсек 1 шығады. Солайынан жазып қоямыз. Және де алымына бізде қалған сандарды жазамыз. 1 көбейтілген 1 бөліміне 2 көбейтілген 3. Сонда 6-дан 1 шығады. Екінші есебімізде 4 пен 2-ні қысқартамыз 2-ге. Басқа қысқартылмайды. Алымына 2 немен 1-ді көбейтіп жазып қоямыз. Бөліміне 9 мен 1-ді көбейтіп жазып қоямыз. Сонда бізде 9-дан 2 шығады. Келесі есепте 2 мен 8-ді 2-ге қысқартамыз. 2-ні 2-ге қысқартсам, бөлсем 1, 8-ді 2-ге бөлсем 4. Қалған сандарды жазамыз, сонда 4-тен 1 шығады. Келесі есепте бізде 12 мен 8-ді қысқартамыз 4-ге, яғни 12-ні 4-ге бөлсең 3, 8-ді 4-ге бөлсең 2. Қалған сандарды жазамыз да көбейтуді орындаймыз. 5-шісінде бізде 15 пен 25 5-ге қысқартамыз. Ал 16 мен 8-ді 4-ге қысқартамыз. Қалған сандар жазамыз. 3 көбейтілген 1, 2 көбейтілген 5, 10-нан 3 шығады. 6-шысында бізде 2 қысқарады, 2-лер. Сонда 5-тен 1 шығады. 7-ші есепте бізде 3-ге қысқарады, 3 пен 6. Басқа қысқарту жоқ. Келесінде 7-ге қысқартамыз, 7-лерді, және 15 пен 5 5-ге қысқартамыз. 3-тен 1 шығады. 576-шы есеп бізде бөлшектер берілген, аралас бөлшектер, соны натурал санға көбейту керекпіз. Араласты біз бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Бөлімін солай қалдырамыз. Өзгеріссіз 3 пен 4-ті көбейтеміз және 1-ге қосамыз. Сонда бұрыс бөлшекке айналады. 4-тен 13 көбейтілген 8 болып тұр. Мына 8-дің астында негізінде 1 бар. 8 бөлінген 1. Немесе 8 деп жазамыз. 8 бен 4 4-ке қысқарады. Сонда бізде 13 көбейтілген 2 бөлімінде 1. Сонда 26 шығады. Келесі аралас бөлшекті біз тағы да бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 16 шығады. Себебі 3-ті 5-ке көбейтіп, оған 1 қоссақ 16 болады. 6-ны қысқартамыз 3-ке. Қалады бізде 16 көбейтілген 2, сонда 32 шығады. 1/2-ден 1-ді 3-шісінде біз бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 2-ден 3 шығады. Себебі 2-ні 1-ге көбейтіп, 1 қоссақ 3 болады. 4 пен 2-ні қысқартамыз 2-ге. Сонда бізде 2 көбейтілген 3, яғни 6 шығады. Келесі бізде 3-тен 4 болады. Себебі 3-ті 1-ге көбейтіп, оған 1-ді қоссақ 3-тен 4 болады. Сонда 3-тен 28 болады. Себебі 7-ні 4-ге көбейтеміз. 28 шығады. 28-ді аралас бөлшекке айналдырамыз. Онда бізде 28-ді 3-ке бөлсек 9/3-тен 1 болады. Себебі 9-ды 3-ке бөлсең 27. Мен мұнда қате жазып қойыппын. 9/3-тен 1 болады. Келесі 5-шісі бізде 2/8-ден 3-ті 6-ға көбейтеміз. Біз бұны 2/8-ден 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 8-де 19 болады. Себебі 8-ді 2-ге көбейтсең 16, оған 3-ті қоссаң 19. 8 бен 4 бізге 2-ге қысқартамыз. Алымында 19 бен 3 қалады, бөлімінде 4 қалады. 19 3-ке көбейтсең 57. 57-ні 4-ке бөлсек, бізде 14/4-тен 1 болады. Себебі 14-ті 4-ке көбейтсең 56 шығады. Келесі
1/4-тен 3-ті бұрыш бөлшекке айналдырсақ, 4-тен 7 болады. Себебі 1-ді 4-ке өтсек 4, 3-ке қоссақ 7. 14 пен 2-ні 2-ге қысқартамыз. Сонда бізде 2-ден 7 қалады. Ол дейміз 3/2-ден 1. Біз 2/9-дан 1-ді бұрыш бөлшекке айналдырамыз. 9 бөлімін жазып қоямыз. 2-ні 9-ға көбейтіп 1-ді қосамыз. 19 шығады. Сонда 3 пен 9 қысқарады 3-ке. 19-ды 3-ке бөлсек 6/3-тен 1 шығады. 3/2-ден 1-ді аралас бөлшекті бұрыш бөлшекке айналдырсақ 2-ден 7 болады. 8 пен 2-ні қысқартамыз, сонда 4 пен 7 қалады. 2-ні көбейтеміз 28. 577-ші есепте біз аралас бөлшектің көбейтіндісін орындауымыз қажет. Бұл жерде тоже бір бұрыш бөлшекке айналдырып аламыз. Бөлімдерін өзгеріссіз қалады, алымына бүтін санмен бөлімі көбейтіліп, алымы қосылады. Яғни 3-тен 7 болады. Себебі 3-ті 2-ке көбейтсек 6, оған 1 қосамыз 7 болады. Келесі көбейтілген 5 бөлімін жазып қоямыз да, 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, оған қосамыз 1-ді 6 болады. Қысқартуларды орындаймыз. Бұл жерде бізде 6 мен 3 қысқарады 3-ке, 1-де 2. Сонда алымында 7 көбейтілген 2, бөлімінде 5 қалады. Ол дейміз 14 бөлінген 5. Бұны аралас бөлшекке айналдырсақ 2/5-тен 4 болады. Себебі 14-ті 5-ке бөлсек, ең үлкені ортақ бөлгіші оның 2. Сосын 4 қалдық қалады. Оны алымына жазып қоямыз. Келесі бізде 2/9-дан 7. Ол 9-дан 2/9 18, 18-ге 7 қосамыз, 25. Көбейтілген 5-тен 5 жазып 5-ті 3-ке көбейтсек 15, оған 3-ті қоссақ 18. Бұл жерде бізде 18 пен 9 және 25 пен 5 қысқарады. 5-ке, ал 18 пен 9 9-ға қысқарады. Сонда шығады бізде 5 көбейтілген 2, яғни 10 қалады. Келесі үшіншісінде 2/2-ден 1-ді айналдырсақ 2-ден 5 болады. Себебі 2 2 4, 4-ке 1 қоссақ 5. Көбейтілген 5-тен 8 болады. Себебі 5 бірім 5, оған 3 қоссақ 8. Бұл жерде 5 пен 5-тер және 8 пен 2 қысқарады. 8 пен 2 бізде 4-ке қысқарады. Сонда бізде 4 қана қалады. Келесі есепте бізде 8 бүтін жазамыз. 9 бүтін жазамыз. 9 3 27, оған 7 қоссақ 34. Так, 17 бірім 17, оған 1 қоссақ 18. Бұл жерде 18 пен 9 және 34 пен 17 қысқарады. Сонда бізде қалады 2 көбейтілген 2, яғни 4 қалады. Келесі бізде 2 бөлім жазылады. 2 жетім 14, 14-ке 1 қоссақ 15. Көбейтілген 15 жазылады да, 15 2-ге көбейтсек 30, 30-ға 4 қоссақ 34. Бізде 15 пен 15 қысқарады, және 2 мен 34 қысқарады. 1-де 17. Сонда бізде 17 қалып тұр. Себебі 1 көбейтілген 17, бөлінген 1 көбейтілген 1 болса, ол 17-ге тең болады. Келесі 5/6-дан 1-ді айналдырсақ 6-дан 31 болады. Себебі 6 5-ім 30, оған 1 қоссақ 31. Және 7-ден 7 3-ім 21, 22 болады. Бұл жерде бізде 6 мен 22 қысқарады 2-ге. Және 31 қысқармайды. 31-ді 1-ге көбейтеміз де 3 пен 7-ні көбейтіп жазып қоямыз. Бұл бұрыш бөлшекті біз тағы да қазір аралас бөлшекке айналдырамыз. Так, мен бір шетке есептеп алдым. Сонда бізде 341 шығып тұр. 341-ді 21-ге бөлген кезде бізде 16/21-ден 5 шығады. Келесі бізде 3/7-ден 3-ті бұрыш бөлшекке айналдырсақ 7-ден 24 болады. Және 3-тен 7 болады. Себебі 3 2 6, оған 1 қоссаң 7. 7 мен 7-лер қысқарады да, 3 пен 24 қысқарады. Сонда 8 қалады бізде.
Келесі 7,3-тен 1 дегеніміз 3-тен 22. 7 3-ке көбейтсең 21, оған 1 қоссаң 22. 2 11-ге көбейтсең 22, оған 2 қосамыз 24. Сонда 22 мен 11 және 3 пен 24 қысқарады. Бізде қалады 16. 8-ші есепте бізде көбейтуді орындаймыз, яғни аралас бөлшекпен бөлшек берілген, иә, соны көбейтеміз. Аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұда 20 бөлімі қалады өзгеріссіз. 20-ны бүтін санға көбейтеміз. 160 болады. 160-қа 9 қоссаң 169. Және де 2 бөлінген 13. Бұнда 169 пен 13 қысқарады 13-ке, 20 мен 2 2-ге қысқарады. Қалған мәндерді жазамыз да бір-бірлеріне көбейтеміз. 13 көбейтілген 1, 10 көбейтілген 1. Сонда 10-нан 13 шығады. Ол дегеніміз 1,3. Себебі 13-ті 10-ға бөлсең 1-ден келеді, 3 қалдық қалады. Келесі 5,3-тен 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырсақ 3-тен 16 болады. 3-терді қысқартамыз, 16-ларды 16 мен 8-ді 8-ге қысқартамыз. Сонда бізде 2 қалады. 10,2-ден 1-іміз бізде 2-ден 21 болады. Көтілген 7-тен 2, бұл жерде 2-лер қысқарады да, 21 мен 7, 7-ге қысқарады. Сонда бізде 3 шығады. Келесі 6-тан 5-ті қалдырамыз. 5-тен 11 болады. Себебі 5-ті 1-ге көбейтіп, 6-ға қоссақ 11 шығады. Бұл жерде бізде 5-тер қысқарады. Сонда 6-дан 11 қалады. Ол дегеніміз бізде 1,6-дан 5 болып тұрғаны. Келесі 5-тен 16 болады. Себебі 5 3-ім, кешірім сұрайым, 9 екен ғой. 9-дан 28 болады. Себебі 9 3-ім 27, оған 1 қоссаң 28. Бұл жерде 9 бен 3 қысқарады, және 28 бен 8 қысқарады. 2-ге. 4-ке қысқарады. Сонда бізде 6-дан 7 шығады, 1,6-тан 1. 7-ден 7 9-ым 63, оған қосамыз 1, 64 болады. 4-тен 3 болады. Бұл жерде бізде 64 қысқарады. 64 пен 4-ті қысқартамыз 4-ке. 16, 16-ны 3-ке көбейтеміз де 7-ге бөлеміз. Сонда 16 3-ке көбейтсек 48, 7-ге бөлеміз. Бұл дегеніміз 6,7-ден 6. Так, 5-тен 51 болады. Көбейтілген 17-тен 10 болады. Бұл жерде 5 пен 10 қысқарады 5-ке. Және 51 мен 17 бізде 17-ге қысқарады. Келесі бізде 11-ден 3 жазамызда, 5,2-ден 1-ді айналдырсақ, 2-ден 11 болады. Так, 579-ші есепте бізде тиімді тәсілмен орындау керек. Яғни бізде жақшаны ашып, себебі бұл жерде көбейту ғой, ешқандай ештемеде өзгермейді. Мәндерде, таңбаларда ештемеде өзгермейді. Сондықтан жақшаны толығымен ашып тастаймыз. Және қысқартуларды қарап қысқартамыз. Бізде бұл жерде 3 пен 3 қысқарады. 4 пен 2 2-ге қысқарады. Сонда бізде 10-нан 1 қалады. Себебі ағылымында тек 1, ал бөлімінде 5 көбейтілген 2 қалып тұр. Келесінде тоже солай ашып тастаймыз жақшаны. Сонда бізде бұл жерде қысқаратын сандар ол 9 пен 3 қысқарады 3-ге, 2 мен 10 қысқарады 2-ге. Сонда бізде алымында қалған сандар жазамыз. Және бөлімінде 3, 5, 8 көбейтінділерін жазамыз. Бұл жерде 5-ті 8-ге көбейтсең 40, 40-ты 3-ке көбейтсең 120. Келесін дәл солай ашып тастаймыз жақшаны. Сосын барлық қысқартуларды орындаймыз. Бұл жерде бізде 7 мен 7 қысқарады, 5 пен 25 қысқарады 5-ге, және де 5 пен 15 қысқарады 5-ге. Сосын бізде 3 пен 9 қысқарады. Және 19 пен 19-дар қысқарады.
Сонда бізде алымында 3 қалды да, ал бөлімінде 3 қалды. Так, негізімді 3-тен 1 шығу керек. Келесі есепте бізде барлығын ашып, бізде қысқартулар орындасақ, 11 мен 55-ті 11-ге қысқартамыз, 12-лерді бір-біріне қысқартамыз, 10 мен 20-ны 10-ға қысқартамыз. Сонымен қалғандарын жазайық. Бізде кешірісімді 13 болып тұр, бәсе қысқартылмай қалды. 13 пен 13-тер қысқарады. Сол кезде алымында 1 қалады да, ал бөлімінде бізде 5 көбейтілген 2 қалады. Сонда 10-нан 1 шығады. Бізде 580 есепте өрнек берген және өрнектің мәнін жазып қойған. Бұл жерде бізде А-ның мәні белгілі болғандықтан А-ны орнына қоямыз. 12 мен 4-міз қысқарады 4-ке. Сонда бізде 3-тен 5 қосылған 7 болып тұр. Бұл жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Немесе бұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырамыз, аралас бөлшекке. Сонда бізде 1 мен 7 қосылып, бөлшек орында қалады. Келесі есепте В-ны орнына қоямыз. 9-дан 4 пен 4-тен 3-ті көбейткенде 4-тер қысқарады және 9 пен 3 қысқарады 3-ке. Сонда бізде қалады 3-тен 1 қосылған 3-тен 2. Ол дегеніміз 3-тен 3. Себебі бөлімдері бірдей, ал алымында 1 қосылған 2 ол 3-ті береді. Сонда 3 пен 3-тер қысқарады, сонда 1 шығады бізде. Үшінші есепте бізде А-ның мәні белгілі. Оны орнына қойып аламыз. Бізде бұл жерде аралас бөлшектер болып тұрғандықтан оларды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 5-тен 2 қосылған 4-тен 5. 4 бірім 4, оған қосам 1-ді 5. Және 5-тен 8. Себебі 5-ті 1-ге көбейтіп 3-ті қоссақ 8 болады. 5-тер қысқарады және 4 пен 8 4-ке қысқарады. Сонда бізде қалады 5-тен 2-ге 2-ні қосамыз. Ол дегеніміз 2,5-тен 2. Келесі 4-шісінде бізде В-ның мәнін қоямыз. Тағы да аралас бөлшектер берілген бізге. 2,10-нан 3-ті көбейтеміз 2,2-тен 1-ге және қосамыз 8-ден 1-ді. 10-нан 23 болады. Көбейтілген 2-ден 5 болады. Так, бұл жерде бізде 10 мен 5 қысқарады. Басқа қысқарту жоқ. Сонда бізде бұл жерде ортақ бөлім бізде 4 болып тұр. 4-тен 23-ге қосам 2-ні. Сонда 25 болады. Бұл дейміз 6,4-тен 1. Келесі бізде 1 килограмм кәмпит бағасы 350 теңге, 1,5-тен 3 килограмм кәмпит неше теңге дейді. Бұл жерде біз пропорция құрамыз. Яғни 1 килограммымыз бізде 350 теңге болса, 1,5-тен 3 килограммымыз неше теңге? Неше теңге, яғни белгісіз, оған x-ті қоямыз. Сонда 350 мен 1,5-тен 3-ті көбейтіп, 1-ге бөлеміз, x-тің мәні шығады сол кезде. Яғни бұл жерде біз аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол дейміз 5-тен 8. Санды 1-ге бөлгенде санның өзі шығады. Сондықтан да біз 1-ді жазбасақ та болады. Бөліміндегі бізде бұл жерде 5 пен 350 қысқарады. 870-ге өтсең 560. Келесі бізде тағы да пропорция құрамыз. 1 сантиметр куб алтынның массасы 19,10-нан 3 грамм дейді. 20 сантиметр куб алтын неше грамм дейді. Тағы да пропорция құрамыз. X-ті табу үшін бізде 20-ны 19,10-нан 3-ге көбейтеміз де 1-ге бөлеміз. Санды 1-ге бөлген кезде санның өзі шығады, сондықтан 1-ді жазбасақ та болады. Бұл жерде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Тағы да
Ол кезде 10-нан 193. 20 мен 10 қысқарады 10-ға. Және біз 584-ші есепті орындаймыз. Бұл жерде бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалын орындап аламыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ортақ бөлімі 20 болып тұр. 4-тен 3-ке 5-ті береміз. Сонда алымында бөлімінде 5-ке көбейтіп шығамыз. 20-дан 15 қосылған 20-дан 1 көбейтілген жақшаның сыртындағы 2-ден 1 жазамыз. Алымындағы 15 пен 1 қосылады. Сонда 20-дан 16 көбейтілген 2-ден 1 болады. Қысқартуларды орындаймыз. 16 мен бізде 2 қысқарады 2-ге. Сонда 20-дан 8, дағы 8 бен 20 қысқарады 2-ге, 5-тен 4-ке қысқарады 5-тен 2 болады. Алымында 2 көбейтілген 1, бөлімінде 5 көбейтілген 1 қалды. Сонда 5-тен 2. Екіншісінде алуды орындаймыз. Тағы да ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде 12. 3-тен 1-ге 4-ті береміз. Сонда 12-ден 7-ден 4-ті аламыз. Және жақшаның сыртын жазып қоямыз өзгеріссіз. Сонда 12-ден бізде 3 қалады. Қысқартуларды орындасақ, бізде 16 мен 12 4-ке бөлінеді де, сосын 3 пен 3 қысқарады. Алымында 1 көбейтілген 4, ал бөлімінде 1 көбейтілген 19 қалады. 19-дан 4 шығады. Келесі үшіншісінде бізде тағы ортақ бөлімге келтіреміз. Біз 3-тен береміз. 7 мен 2-ні азайтамыз. 5 болады бүтін сандарды азайтқанда. Жеті мен 2-ні азайтамыз 5. Бөлімінде 15, алымында 9-дан 4 аламын. 5 болады. Сонда 32-ден 9 жазамыз сыртындағы. Бұл жерде 15 пен 5-ті қысқартсақ болады. Көбейту. Және 5,3-тен 1-ді бұрыс-бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 16. Көбейтілген 32-ден 9. Бұл жерде 9 мен 3 және 16 мен 32 қысқарады. Сонда бізде қалады 2-ден 3. Ол дегеніміз 1,2-ден 1. Келесі төртіншісінде тағы да ортақ бөлім келтіреміз. 24 болып тұр. Сонда 6-тан 1-ге 4-ті береміз. 24-тен 11-ге қосамын. 24-тен 4-ті жақшаның сыртын бұрыс-бөлшекке айналдырып аламыз. 5-тен 8. Себебі 5-ті 1-ге көбейтіп 3-ті қоссақ 8 болады. 24-тен сонда 11-ге 4-ті қоссаң 15 шығады. Көбейтілген 5-тен 8. Бұл жерде бізде 15 пен 5 5-ке қысқарады да, 4 пен 8 8-ге қысқарады. Сонда бізде 3 пен 3-те қысқарады, сонда 1 қалады. Келесі, бұл жерде ортақ бөліміміз бізде 10 болады. Яғни біріншісіне 5-тен береміз, екіншісіне 2-ден береміз. 5,10-нан 5-тен қосамыз 2,10-нан 6-ға. Және жақшаның сыртынан өзгеріссіз жазамыз. Сол кезде 5 пен 2 қосылады бүтін сандары. Бөлімі өзгеріссіз қалады да, алымдары қосылады 5-ке, 6 қоссаң 11, көбейтілген 9-дан 5. Араласты біз бұрысқа айналдырып аламыз, бұрыс бөлшекке. Сонда 10-нан 81 болады. Себебі 10-ды 7-ге көбейтсең 70, оған 11 қоссаң 81. Көбейтілген 9-дан 5. 81 мен 9-ды қысқартамыз 9-ға, 10 мен 5-ті 5-ке қысқартамыз. Сонда бізде 9 бөлінген 2 шығады. Яғни 4,2-ден 1. Келесі 6-шысында біз алуды орындаймыз. Бұл жерде 7 бүтінді біз 6,16-дан 16 деп жаза аламыз. Аламыз 2,16-дан 5-ті. Бізде бұл жерде уже бөліміміздегілер мәндер бірдей болып тұр. Сондықтан ортақ бөлім келтірмейміз. 6-дан 2-ні азайтамыз 4. Бөлімін сол қалпы жазамыз да 16-тан 5-ті азайтамыз 11, көбейтілген 25-тен 4. 4,16-дан 11-ді бұрыс бөлшекке
төртке айналдырамыз, сонда 16-дан так 75 болады. 25-тен 4 жазып қоямыз. 16 мен 4 4-ке, 75 пен 25 25-ке қысқарады. Сонда бізде алымында 3, ал бөлімінде 4 қалады.